Ассаламағалейкум құрметті ағайын. Бұл әдемі бағдарлама. Сіздермен бірге мен Батыржан Ибрагим және бүгінгі біздің қонағымыз үздік жайдарманшы, үздік актер, 4 баланың әкесі, Расулдың әкесі, Ғалым Махамбетов және Расул. Бағдарлама қош келдіңіздер. Енді Ғалым, өзіңізді құттықтап қояйын. 3 жылдан кейін дүниеге көптен күткен қыз бала келді. Құтты болсын, бауы берік болсын. Есімің кім қойды, кім деп қойдыңдар? Есімі Мәриям деп қойдық. Көп бір талқыға түскен ат болды. Тіптен қызға ат қойып іздеудің өзі де оңай шаруа емес екен негізі. Сонымен енді жаңа метрикені толтырып жаңа документ тапсырасың ғой. Сонда отқан кезде сол ең соңғы тоқталған атымыз Мәриям деген ат болды. Енді Мәриям дегенді ұстаздарына да сұрап көрдік, мына ат қалай деп. Үйдегілер мынандай ат ұсынды, достарымыз мынандай ат ұсынды. Ат деген көбейіп кетті енді. Қызымыздың түріне бір қараймыз, атқа бір қараймыз, келе ма келмей ма деп. Сонымен енді Мәриям деп басында өзімде ойлап жүргем, негізі өзімнің варианттарымның бірі еді. Сонымен соған тоқталдық. Мәриям сүресі бар екен. Және Мәриям анамыз бар дегендей, сол ертең қияметте де жауап бере алатындай ат болсын деп соған тоқталдық. Сосын енді бұл қыз енді бізде біздің отбасымызда жалпы 4 ағайын ұлмыз біздер. Сол менен 3 ұл, менен кейінгі інім бар, менен кейінгі інімнен де 3 ұл. Жалпы енді тұқымда қыз жоқ. Бірінші алғашқы қаншайым болып келіп жатыр. Сондықтан да бәріміз тентіреп қалдық. Нағыз әке қандай болу керек? Нағыз әке баламен байланыста болу керек ылғайда. Өйткені бала көп нәрсе білмеуі мүмкін. Жан-жақтың барлығы қызықтыруы мүмкін. Анау не, мынау не. Сол сұрақтың бәрінен тыйып тастай беретін болсақ, ол ертең өзі ізденіп тауып алатын болады да. Сосын ол сенсіз ақ өзі ақ өмір сүріп кете алатын болады да. Сенен ештеңе ақылдаспайтын болады. Оған әке ретінде ештеңе, сенің қадірің қанша болған. Ал қазірден бастап бірге жүрсек, мысалға, мен де бірінші рет көріп жатқан нәрсемді бұл да көріп жатса, қызық емес па? Соны сұрайды, мен де сұрайын, бір-біріміз қалай, не болды, ақылдасамыз. Ол ертеңде, ей, не болды? Нормально. Нормально чешем. Үлкен отырыстарға, мысалға, ауызашарларға, жұмаға барынша, жұма намазға болсын. Концерттер болмасын, бәріне алып баруға тырысам. Өзім не көріп жатырмын, соны көргенін қалайым. Өйткені бұл үйдің үлкені, бұл бәрін білу керек деп ойлаймын. Ертең артында інілері бар, оларға түсіндіру керек. Қарындасы келе жатыр, өсейін деп. Бәріне мен жалғыз өзімнің күшім жетпеуі мүмкін. Сол кездерде мүмкін мен әке ретінде айтып отқан кездегі өтпей жатқан сөздерімді аға ретінде өткізе алуы мүмкін бұл болашақта. Білмеймін, бір жағынан ұнайды, ертіп жүрген. Расул, саған ұнай ма паңғасында жүрген? Жоқ, арасында қалып келеді. Арасында? Иә, ұқса дейді. Бұл жұмыс дейді, түнімен жүреді. Баруын деп түнімен жүреді. Сол жұмыс дейді. Келмейді олар. Жұмыс дейді да, түнде келеді. Байқамай қаламын. Ертең өскенде әкең сияқты боласың ба? Уже сондаймын ғой деші. Уже сондаймын ғой. Екеуміз бірге жұмыс істейміз деші. Партнер ма, әріптес па саған? Папа егім болсам, бірге 7-ші каналда жұмыс істейміз. Күлдір-бүлдір әкесінің баласы. Күшті. Күшті ма? Үйдегі тәртіп қандай? Осыны айтшы. Балаларға белгілі бір тәртіп бар ма? Осында уақытта жату керек, тұру керек деген сияқты. Енді біздер көп далада жүреміз ғой. Сондықтан да анасына тапсырамыз ол нәрсені. Анасы үйде отырып барынша дұрыс әңгімелерді айтуды, қалай бұларда еркелеп кейде істейді, істемейді деген сияқты.
бірақ бірінші мен бір түсінгенім өзіңді тәрбиелеу керек екен. Баланы тәрбиелеу үшін өзіңді тәрбиелеу керек. Мен үйленгеннен бастап менде бір андай қасиет пайда болды. Бұрын біздің үйде 4 ұл болғандықтан әрқайсымыз өзіміздің киімімізді өзіміз жуамыз, өзіміз үтіктейміз, сондай болды. Үйленгеннен кейін бір әйелге дейін еркелік болады бір. Үйге кіріп келатқаннан бастап бүйтіп міндетсініп бүйтіп киімдеріңді лақтырып аяқ киім шешіп жүріп бара тұрып шешіне беретін. Сондай бір еркеліктен сол әдетке айналып кетті ма, мен де солай киімдерімді келіп тастай салам дейді. Тастап sayın. Шамалайын келгенде ол бәрі жиналып тұру керек. Ол әйелімде үйренісіп кеткен соған. Сол мынау сондай қазір. Мысалы үйге кіргеннен бастап аяқ киім фык екі жаққа лақтырып жіберіп, куртканы тастап жіберіп бүйтіп. Мен айқайлаймын, киімдерін жинап жүрсейші деп. Өзіңді жинамайсың. Содан кейін жаймен деп өзіміз тәрбиелеуге көштік қазір. Бала көргенін жасайды, сондықтан да барынша дұрыс жүруге, дұрыс тұруға, дұрыс сөйлеуге тырысып бағып отыр. Тем более қыз келді. Енді қолға өзімді дұрыстап алу керек болып тұр. Мен осының алдында бір досым, ауылда бір досым қызды болды. Сол қызымыз құтты болсын деп хабарластым. Бір өтірік айтпайын, 1 сағаттан астам уақыт сөйлесіппіз телефонмен. Жарты сағаттан үзіліп қалады ғой. Қайттан звондап солай. Сондағы айтқан әңгімем былай бастадым. Құдаңның келіні құтты болсын деп бастадым. Ол бір түрлі қабылдап қалды. Содан ауыр қалды. Ауыр ма дедім? Иә, ауыр. Енді ақиқат қой дедім. Ақиқат қой, сен оны өмір бақи бүйтіп ұстап отыра алмайсың ғой. Ол қыз қонақ, ол қыз мұраты кету. Мысалға мен той басқарам, қыз ұзатуларда бүкіл әулет сыйлап келіп отырады бір үлкен кісілерді. Мысалы болады, біздің әкемізбен құрдас кісілер. Бүкіл әулет соны сыйлап келіп отыр. Барлығы соны мақтап жатыр. Ой, бәкең молодец, сәкең молодец деп соны. Ал сол ана қызы туралы айтып жүрген кезде кәдімгідей бір әйел адам құсап бақырып жылап жататын кісілер бар, мысалы. Қызы кетіп бара жатқан кезде бақырып жылап кәдім. Ал оның еркектігі қайда? Жарайды, ол түсінікті. Қызы ғой, кетіп бара жатыр. Бірақ ол вообще бір Африкаға кетіп бара жатқан жоқ қой. Елдің ішінде ғой. Ертең той болсын, басқа болсын, араласып тұрады ол. Қыз мұраты кету екен біледі ол. Сонда ол кісі іштейді, рухани дайын болмаған болып тұр ғой. Ол білген жоқ оның. Өстіп кетіп қалады. Ол қыз әкеге жақын. Соның барлығын айтам ғой жаңа досыма түсіндіріп. Солай, сондай болып қалмасын деп айтып жатырмын мен деп. Иә, бірақ дұрыс деп. Енді арасында жаңағы мемлекеттік қызметкер ғой. Арасында жаңағыдай шетіні бар енді. Комиссиямен бірге шет деген сияқты. Анаумен бірге шет, мынаумен бірге шет. Енді қоят шығарсың, енді қызыңды перегармен сүймейт шығарсың дедім. Ойланып қалды. Енді ер бала ғой, тәуекел. Қыз балаға қатты тиеді, білесің ба дедім. Көшеде ертең қашанғы денсаулық көтеріп берер дейсің. Бір күні бір көтере алмай қалып, бір көшеде қисалаңдап келатсаң, соны қызың соны көріп қалатын болса, сені кешіре алмайды ғой деп. Біраз әңгіме айттым. Ал сол сөздер сүйегіне өтіп кетті ма? Қойды, прикинь. Қойды. Содан кейін Алла маған өзің айтқаның өзіңе деп маған да қыз беріп тұр ғой. Содан кейін енді қыз келген кезде жаңа өзім айтқан әңгімелерім өзіме қайтып келіп тұр да. Бумеранг. Қолыма ұстаған кезде айттым. Құдамның келіні деп. Құдамның келіні деп. Бетіне сүйіп жатырмын. Құдамның келіні тәтті екен. Біздер мектеп кезінен таныспыз. Аралда не бар? Оқушылар үйі дейтін жер бар. Мен сол жерде экология үйірмесіне қатысқанмын. Сол экология үйірмесінен таныстық. Содан кейін 6 жыл жүріп, содан кейін үйлендік. 21 жасымда үйлендім. Неге экология үйірмесі? Экология үйірмесі неге деген, сол өзімді де қызықтырады. Экология үйірмесі деген былай болды, короче, ашығын айтайын. Мен тәтем бар. Тәтем сол экологиядан сабақ береді. Сол, короче,
маған үйде мамаға звондады да, ғалымды жібер, экология дейтін үйірмеден сабақ қойып алатын деді. Соны бардым. Соны 4 жыл ма 5 жыл оқыдым. Қызық екен. Тәтем болды менің өзімнің кәдімгі Махамбетова Қанағат деген неміз ғой, немереміз ғой. Есесіне бүгін келіншегіңді кездестіңіз. Иә, соның ішінде келіншегіме кездестік. Ол да экологияны оқығысы келді деп ойламаймын. Сол оқушылар үйі сол кездегі қазіргі не ғой, Инстаграм ғой. Жастардың кездесетін жері ғой, бір-бірімен ана үйірмеге қатысып, бір-бірімен бет-бет танысып, білісіп, сөйтіп бала күнгі махаббаттар ғой, типа. Сол жерде таныстық. Құрдаспыз. 13-ші мектепте оқыған, мен 14-ші мектепте оқыдым. Соны оқуға кетті. Одан кейін Алматыға бардым. Сөйтіп әйтеуір жүрдік, үйлендік қой. Оқуын бітіруіне 1-2 жыл қалғанда ма, 1 жыл қалғанда ма үйлендік. Келіншегіммен, мына папам мамам тастайды десем, сен өзің жігітіне бар деп өзің тастап кетемін. Болмайды ғой олай істеуге, иә? Тастай деп жатқан кезде мен сені тастаймын деп өзің тастап кетемін. Папа мен маманы қарайсың ғой, бағасың ғой? Иә, бағам. Қалай бақпаймын, бағам. Сені бақты ғой өткен, иә? Иә. Қызартсам, дәуі алып берім, машина алып берім. Қошын бай болады. Гарантия ма? От души өмір сүре ма, сосын? Иә. Мен қазір алып бершеші. Қазір алып бершеші. Ақшам қайда мен? Ақшам қайда алғаныңыз? Ақшам білмеймін. Білмесем, білмеймін, менде жоқ әлі қашқандай. Отбасы деген шағын мемлекет деп жатамыз. Осы отбасындағы берекені, тыныштықты сақтап отыру үшін жас отбасыларға қандай кеңес бересің? Қазір жастар неден қорқады? Қазір свадьба жасауды үлкен шаруа былайынша келгенде. Ол жаңағы жұртта болмаған свадьбаны жасағысы келеді. Бәрінің ойы сол да. Бірінші қорқынышы сол деп ойлаймын. Мүмкін қызы бар жігіттерге айтамын. Қызы бар, бірақ үйлене алмай уақыт созып жүргендерге айтып отқан. Ал кейбір жігіттерде тіптен қыз жоқ. Қыз таба алмай жүр. Былай қарап отырсаң, қыздары көп. Былай қарап тұрсаң, күйеуге шыға алмай жүрген қыздар да көп. Статистикамен де. Иә. Былай қарап отырсаң, үйленгісі келіп жүрген жігіттер де көп. Бір-бірін таба алмай жүр ма? Қалай бір-біріне сенбей ма не ол? Уақыт өткен сайын сол уже адамда талап күшейе береді екен ғой. Бізде 21 жасымызда жаңағыдай ештеңеге қарамастан, сезім қайнап тұр. Ештеңеге қарамастан үйленемін деп үйге айттым. Үйдегілер ойбай дей салды. Сонымен апыр-топыр бірінші той үйдің үлкен кәдімгі қазір дискіні қарап отырсаң тойды. 80-90 жылдардағы тойлар сияқты 2000 кешегі мысалға 2011 жылғы былай қарап отырсаң. Қыстың күн тойхананың іші. Қызық енді, өтті ма? Өтті той. Бірақ енді үйлену оңай, үй болу қиын деген. Әрі қарай әйтеуір Аллаға шүкір, бәрі жақсы ғой. Ақырын күту керек қой, ар жағы не болады, соны ойлану керек та. Аллаға тәуекел етіп, әрбір істі қорықпай бастай беру керек екен. Менің өзім сол живой примермін соған. Мектептен кейінгі білімім жоқ менің, оқымағанмын. Менің білімім Жайдарман КТА. Содан алған дипломның арқасында қазір актер болып жұмыс жасап жүрмін. Соның бәріне тек тәуекелмен келген адаммын. Соның бәріне тәуекелдің түбі әйтеуір бір нәтижесін берді, Аллаға шүкір. Одан кейін де үйленген кезде де солай, жастай қыз таптым, ұнап тұр, ата-анасы бәрі нормально. Біздің ата-анамызбен тіл табысады ау деген көріп тұрмын. Қыздың тәрбиесін көріп тұрмын. Жарым деп, мәңгілік қол ұстаса аламын деп ойлап тұрмын. Болды, үйленем дедім. Үйдегілер айтты, енді қазір енді не ғой, қалай болады екен? Іштен етпейді, тәуекел. Іштен етпейді деді үйдегілер де. Давай, онда жақсы. Жұмысым да жоқ, іштен де жоқ, үйленіп алдым. Ар жағына Алла өз берекесін беріп қойды. Ар жағына жұмыс келді, Астанаға көшіп келдік. Келдік та осы мынау дүниеге келді. Одан кейін тағы артынша балаларымыз дүниеге келе берді. Әр баланың өзінің несібесі бар.
осы нәрсені не істеу керек та. Ұстаным қолба болуға да болады да, мен соны ұстанып алдым. Алла берген сайын әрқайсысын аш қалдырмайды, әрқайсысының өзінің несібесі болады. Кейде жаңағы өзіміз достарымызбен той басқаратын жігіттер, сен что-то тойың көбейіп кетті ғой деп, КВНщиктер өздеріміз арамызда әңгіме айтамыз ғой. Сен что-то соңғы кезде вообще тойдан босамай жүрсің. Қазір жыртып жатырмын ғой дейсің. Олай емес, ол сенің бала шағаңның несібесі ғой деп өзімізді бүйтіп басып қоямыз да. Шынымен де бала шағаның несібесі, әр баланың өзінің бір несібесі болады. Соның арқасында Аллаға шүкір. Расулмен бірге Инстаграмға шыққан кезде Расулдың әзілдері әдемі өтті. Қазір енді Расулдың 400 мыңнан аса оқырманы бар. Жалпы Инстаграмға Расул қалай келді? Өзің жасадың ба, әлде өзі сұранып келді ме осы жерге? Мен енді негізгі бар ғой, Расулдың өзін танымал қылу менің мақсатым болған емес негізінде. Бұлайынша қызық ретінде бүйтіп түсіріп жүрдім үйде. Содан бір сөйлеп қалған бір видеолары қызық болып кетті да, содан подписчик көбейіп бастады. Сосын ел сұрап бастады, тағы да видеоларын салшы деп, өзі түсірсем қалай қарайсың деп, бұл да өзі соны жақсы көріп тұрды. Содан тек әйтеуір соткамен осылай түсіріп, қалай бар, солай ешқандай монтажсыз салып, сөйтіп әйтеуір оқырмандар көбейді. Одан кейін балапаннан ұсыныс келді. Сөйтіп күлдір-бүлдір деген нені бастағаннан кейін барып танымалдылыққа ие болды деп ойлаймын. Оған дейін тек әйтеуір әуес қой, тек өзінің бір белгілі бір аудиториясы ғана білді. Енді әрі қарай дарынды Омарды дәл осындай не қылып актер қылам деген бір үлкен ондай мақсат ештеңем жоқ. Бала неге бейім болып тұр, өзінің көңіл нені қалап тұр, соған қарай бейім деген дұрыс деп ойлаймын, өзім жеке пікірім. Әйтпесе оны қайнап біреуді бірдеңе қылу қиын ғой. Мен мысалға білмеймін, енді соған күнім түсіп қалмаса, бұлайынша мен мемлекеттік жұмыс істей аламын деп ойламаймын. Бір офиста 8 сағаттық жұмыс, таңертең тұрып, 7:30-да офиста болып деген сияқты, кешке 9-да үйге келіп, мен ондай жұмыс істей алмайтын сияқтымын. Соған бәрі бітіп, соған мұқтаж болып қалып жатсам, я болмаса бір кәдімгідей үлкен бір должностьқа отырып қалып жатсам, мүмкін. Мүмкін да? Өйтіп. Бұлайынша уже еркіндікті жақсы көремін өзім. Өзім қалаған уақытымда жұмыс жасап, қалаған уақытымда отбасыма бөліп көңілімді, қалаған уақытымда жаңағыдай басқа да шаруаларым істегім келіп деген сияқты. Солай жасағым келеді. Жеке кәсіппен айналысып деген сияқты өзім. Сондай қырын жақсы көремін негізі. Нағыз дос қандай болу керек? Нағыз дос сенің қандай жағдайда қасыңнан табылатын? Ең бірінші, сенің қуанышыңда шын қуана алатын дос деп ойлаймын. Сен қандай жағдайда болмасын қасыңнан табылады. Яғни сен қуанып жатқанда да, қайғырып жатқанда да, сен көтеріліп баратқанда да, сен құлап баратқанда да, саған турасын айта білетін, шындықты айта білетін сол дос деп ойлаймын. Қазір енді жаңағы қалай айтуға болады, кішкене бір атақ бар. Атақ үшін сыйласатындар бар, подписчик үшін сыйласатындар бар. Мысалы, бұның бәріне мен етімде үйреніп кетті. Бірақ мен шын жанашыр достарды өзім білем, танимын. Бәрімен бірдей сыйласа берем, бірақ ішім білет, кімнің дос емес, кім бос деген сияқты. Енді көреміз енді. Уақыт көрсетеді ғой оның бәрін. Қазір мен мүмкін біреуге шын адал дос деп жүрген адам бір күні кім біледі, шайтан ой салып, ол да жолдан тайып кете ма. Сондықтан кесіп айту қиын. Мен мынау таза амал дос болып жүр деп ойлап жүрген адам мүмкін ертең мені қиындықта бір жерден алып шыға ма, мысалға. Білмейсің, қалай нақты айта алмайсың оны әңгімені. Бірақ көп неше түрлісі бар, Аллаға шүкір. Варианттар жетеді достардың. Ең бірінші болып сыр айтатын, кешегі мысалға сүйіншілеген хабарында ең бірінші жеткізген достарың ішінде кімді айтасың? Мен бар ғой, сол достарым барлығымен сыр бөлісе бере алады екенмін. Қай-қайсымен де. Бірақ енді кәдімгі етене жақсы араласып кеткен барлық досыма мен өзімде өмірім қалай болып жатыр, миымда не тұр, ішімде көп нәрсе сақтай алмаймын. Бәрін айта бере алады екенмін.
кімге ренжіп жүрмін, кімге не істеп жүрмін, барлығын өйстіп ашып айта аламын. Енді ақыл сұрайтын достарым бар. Ауылда да жүр. Ауылда мен мысалы қазір осы Астанада бір үлкен бір 2 вариант тұратын болса, соның қайсысын таңдайын деп ауылда звондап сұрайтын достарым бар. Бұл жаңағы неге біздің салаға қатысы жоқ адам болуы мүмкін. Бірақ андай адамгершілікпен қарағанда, жаңағыдай жігіттікке салғанда менікі дұрыс па, дұрыс емес па, соның бәрін сұрап алатын достарым бар. Бала күннен бірге өскен районда сондай жігіттерден сұраймын, кейде ақыл сұраймын. Ағаларым бар, туысқан ағаларым бар, соларға бір хабарласам, кейде ақыл кеңестерін тыңдаймын. Мен негізі көп айтқаннан гөрі тыңдаған жақсы көремін да. Көбінесе тыңдаған жақсы көремін. Кішкентай болсын, үлкен болсын, тыңдап отырған өзіме ұнайды. Іштей соны бір несеп, саралап, өзіме керегін алып, керек емесін былай қойып қойып. Оны досым. Мұны досым. Менің ең жақын досым жолдас қой, Аралда. Жолдас? Иә. Жолдас күшті ма? Иә. Ең жақын досым. Сенесің ба? Иә. Доспын ғой. Ақылбек маған командаға келместен бұрын таныс жігіт Аралда. Көргеннен бастап ол жігітте бір не байқаймын. Ар жағын, оның отбасын, ата-анасын, ештеңесін білмеймін. Бірақ көргеннен бастап бір не байқаймын, бір жылылық байқаймын сол жігіттен. Сол мен көшеде кездесіп қаламыз, әңгімелесеміз, әңгімеміз жарасады. Тағы да кездесеміз, сөйтіп жүріп, бір күні командаға келді. Командаға келгенде де тез бізбен жаңағыдай орын тауып алды, өзінің орнын тауып алып, бізбен тез командамен сіңісіп кетті. Сол бір қасиетін жақсы көремін. Сосын ол ар жағында болып жатқан жаңағы проблемаларын ешқашан ешкімге айтпайды. Ешкімнің басын ауыртпайды. Мысалға, менде болуы мүмкін бірдеңеге думковать етіп отырсам, түр беріп қойып, соны мысалы саған болса да айтуым мүмкін да. Өйткені ішімде қатты сақтай алмаймын ондай әңгімелерді. Сол ақылдасып, содан бір шешімі, мысалы біреу басып айтса, сол әңгіме деп бір шешімі табылды деп, сонымен жүрегім басылуы мүмкін да. Ал ол ешқашан проблемасын түр бермейді. Сонда ешкімге айтпайды да, өзі шешіп, өзі реттеп, сосын әйтеуір ылғи да позитивті жүреді ғой. Онда былай болсын, қазір бір досқа қоңырау деген болсын, досыңа қоңырау шалып, аяғыңның өлшемін сұрап көрші. Оны білуі мүмкін ол. Ақылбектің Сақылбегі деп тұр менде. Кейде біреулер сұрайды, Ақылбектің номерін беш деп, жіберіп жатқан кезде ойланамын осыны. Ауыстырып қой көреді, ят болды деп. Ақылбектің Сақылбегі деп. Мынау айтады, соны жазып қойыңыз. Үшеуміз коллектив болдық қой. Үшеуміз коллектив болдық. Бұл қай жақта жүр екен? Шақырылып отырған абонент жауап бермейді. Аралда достарым көп. Ғаламмен бірге ойнаймын. Ал Астанада Астана садиктерінде билет та мені. Сен бар ғой, сен мынандайсың дейді де дос болмай қалады. Сен мынандайсың дейді де дос болмай қалады. Ал ауылда вообще қыздармен, ұлдармен бәріміз доспыз ғой. Сен Астанада бәрі дос шығар сенімен? Расы ол дос боламыз кел дейді шығар саған. Жоғыма өтпейді. Аралда ғой. Осы Аралда туып, Аралда өскен ғалым Астанаға қалай келді? Астанаға Қуырдақ дейтін передача болды. 7-ші арнада. Соған Есенеліген шақырды бізді. Есенаға 2012 жылы шақырды. Біздер чемпион болдық 2011-де. 2012-ның жылдың басы фестивальден кейін бізді шақырып алды. Араласта Данияр, Ақылбек, мені үшеуміз шақырып алды. Сағызды ұтып кеттік. Сонымен содан бастап осында Астанадам. Содан мен 2011-де чемпион болғаннан кейін, бір айдан кейін ба үйлендім. 2 айдан кейін ба, декабрьде үйлендім. Уже әр нәрсе өзінің несібесі дейді ғой. Үйленгеннен кейін жұмысқа шақырды осында. Әйтпесе вообще жұмысым жоқ адам ғой. Сахналық әзілдер бізде негізі жігіттердің барлығы жазалады.
идеяны алып келуші көбінесе бізде Данияр Бекжанов, көбінесе сол автор сценарист, қазір де сол саламен айналысып жатыр. Ол сол ойланып жүреді, көп ойланып жүреді. Мысалы, басқа жігіттер, басқа шаруалары бар, сол шаруасында ойланып жүреді да, келген кезде тек өз үлесін қосуы мүмкін да. Ал ылғида мысалы КВН ба, КВН бір нәрсемен айналысты ма, соның фанаты болып айналысады да. Сондықтан да бізде көбінесе Данияр идеяларды алып келетін. Мықты неге салатын, жаңағы редактировать ететін бізде Төребек. Одан кейін мықты импровизатор, мысалы сахнаға шыққан кезде жаңағы айтқан идеяңнан да басқа бір шутка қылып жіберетін ол Ақылбек. Солай әр баланың өзінің бір орны бар біздің командада. Қазір енді әрқайсысы әртүрлі жұмыспен айналысып кеткеннен кейін араластың жағдайы қазір кішкене қиындау болып тұр. Жиналған кезде де бір жаңағыдай бұрынғыдай не жоқ қандай. Тез біздер бұрын бір күн немес даже бір күн немесе жарты күн жеткілікті бізге. Бас қосамыз, жарты күн жеткілікті бізге. 10 сағат па, 12 сағат па жарты күн. Соның ішінде әңгімемізді де айтып, бір-бірімізбен мауқымызды да басып, сценарийді аяққа тұрғызып үлгеретінбіз. Әзілдерің тамаша. Бірақ енді осы әзілді жазған кезде ең бірінші мақсат не? Жай көрерменді күлдіру ме, әлде сол әзілдің артынан ой салу ма? Негізгі мақсат күлдіру. Иә, күлдіру. Біз енді жаңағыдай патриот болып кетпей ақ қойын. Бірінші мақсат залды жыртып тастау болды. Біздікі сол. Шықтық, жыртып тастау керек біз. Ал редактирование жасайтын адамдар болады бізде. Мысалы, КВН-де де, КТА-да да қай жерге барамыз, редакторлық жұмыс болады. Сол кезде олар айтады, мына әзілдерің күлкілі, бірақ артында ой жоқ. Мына әзілдеріңнің артында ой бар, бірақ күлкілі емес деген. Соны саралап береді. Сосын енді артық анайы нәрселер болып жатса, ол сама редактирование, өзіміз редактура жасап қой. Редактордың алдында да ұят болмасын деген сияқты. Ондай керек емес. Ертең адамдар жаңағы ондай да адамдар бар ғой, соларға тиіп кетпесін деген нәрселерді өзіміз шектеп барамыз да, таза әзілді алып барамыз. Әзілдің ар жағынан біздер үлкен тәрбие беру мүмкін нәрселерді кейде сеземіз, кейде сезбей де қаламыз. Оны просто әзіл ретінде айтуымыз мүмкін, бірақ сол арқылы қоғам түзеліп жататын сәттері болды. Мысалға, мен Галек 88 образымен шыққан кезінде, оны мен тек күлкілі деп ойладым. Ол біздің жастардың арасында үлкен проблема екенін білген жоқпыз біз мысалға оны. Өйткені біздің ауылда бәрі солай жүреді, бәрі солай сөйлейді. По понятиям көшенің тәрбиесі екінің бірі солай сөйлейді. Бәке, Жайдарманға қош келдің. Дым қысылма, ұялма, қатаймай отырш. Бәке, айтып отырмын ғой. Өзім бармын. Отыра беш. Біреу тиіссе маған айт. Маған біреу тиіссе саған айтам. Ол халыққа өтіп кетті. Ол қалай өтіп кетті? Таң қалдық та. Ол тек қана аралда бар нәрсе ғой. Десек, сөйтсек, ол барлық жерде де сондай бар екен. Өйтіп сөйлейтін адам қоғамда күлкілі болып көрінеді екен. Сондықтан да сөйтіп сөйлеп жүрген жігіттердің өзі де қарап, бұл шынымен де сырттан қарағанда күлкілі екен ғой деп, өзін өзі тәрбиелеп шыққан адамдар да болған екен. Оны біздер жаңағы отзывтардан білеміз ғой, енді адамдардың айтады, сенің сондай образыңнан кейін қой құрсын, шынымен де күлкілі екен, ұятты деп өзім тыйылдым деген сияқты адамдардың әңгімесінен біліп жатамыз. Расул, сен анау бір видеоң бар ғой сен? Мысалға қазір көшеде қыздар темекі шегіп тұрады ғой? Сол дұрыс па? Дұрыс емес. Негізше мен көшеде көрдім, қыздар шегіп жүрсе, әжелер де шегіп. Болмайды ғой, иә? Ол ұстазға айтып беру керек. Радиоға бар ұстазға айтып беру керек. Ауыздарын күйдіру керек екен, иә? Радиоға бар ұстазға айтып берсе, не істейді екен? Шапалақпен тартады шығар, иә? Тартады. Шеге алмайтын болып қалады. Нағыз жігіт қандай болу керек? Жігітке тән қасиеттерін біле білу керек, өзінің орнын білу керек, сөзінде тұру керек, өзінің міндеттерін білу керек деп ойлаймын. Енді қазіргі енді актуальный әңгіме ғой бұл деген.
нағыз жігіттер енді кішкене внимание жетпей атқасын, шашты бояуға қарай кірісіп жатыр дегендей сырға тағуға өздеріне қарату үшін. Бірақ енді олсыз да өзінің бір қолынан келгенінше дұрыс жұмысымен жасаса, өзін дәлелдеуге болады деп ойлаймын енді. Датаға өйтіп түсіп кетпей. Егер де ол жігітте иман болатын болса, көз ашық болса, тәрбие көрген болса, әкесінің тәрбиесін көрген болса, ол ондай вариантқа көшпейді деп ойлаймын енді. Ол енді оның мақсатының жолында өзінің арын, намысын, ол мақсат танымалдылық болу болды, басқа ештеңе жоқ ол жерде. Танымал болу керек болды, сондай вариантқа көшті, ол не істейді, өзінің жаңағы заңдылыққа қарсы шығып тұрды, енді өзінің еркек болмысын әйелге айналдырып, сол образға көшіп, сөйтіп өзін танымал болуға тырысып жатыр деп ойлаймын енді. Өзінің бір ойлағаны бар шығар, мақсаты бар шығар, соған енді еркек деген атынан түсіп тұр ғой енді ол. Білмеймін енді, ондай жігіттер де көп қой жан-жағымызда. Балалықпен, шалалықпен жасап жүрген шығар, әлі бір дұрыс бір ойға неге тоқталмаған шығар. Білмеймін, олар үшін жауап бере алмаймын. Бірақ мен өзім әйелдің образын сомдаған жоқпын деп айта алмаймын. Бірақ енді КВН-де былайша бір-екі рет болған шығар. Жаңағы осы үйленем дегенше дейін солай болған шығар, енді бір-екі рет ойнаған шығармын. Өйткені ол біздер ойнап жүрген кездерде әйелдің рөлін ойнаған, ер адам ойнаса күле беретін. Сол біздер енді сол тек қана күлкі керек болып жүрген кездер ғой. Өзімізді бір орнымызды тауып алу, осы бір КВН-нің ортасынан бір өзімізді орнымызды тауып алу үшін барлығына да бардық, былай-былай. Әжеде болдық, атада болдық деген сияқты. Бірақ енді ол адамды көрген кезде көшеде адамдар сол немен қабылдайды ғой, сол образбен қабылдайды ғой. Сол кезде ол өзіне приятно ма сонда? Мысалға оның аты кім дейік ал? Динара деген образбен танылса бір жігіт мысалға. Динара деген образбен. Көшеде Динара қалайсың десе, өзіне приятно ма екен мысалға? Қиын ғой. Өзің істейін деп жатқан кезде соны ойлану керек та. Баяғыда менде Галек 88 деген образбен танылдым. Сол образды көшеде кетіп бара жатқан кезде, КВН деп маған айқайлайды да адамдар. КВН деп басында ашуланып жүрдім менде. Не деп менде кірісіп жаңағы ауылдікін салып кәдімгі. Соны ойланып қойым, несіне ашуланамын мен? Мен өзімдікін өзіме айтып тұр ғой. Мен мысалы бір әншіні көретін болсам, Серік Ибрагимовті көріп қалатын болсам, автоматически маған өзім ойыма мысалы қыз бала гүл деген ішімнен айтыла береді. Өйткені мен сонымен танып тұрмын оны. Солай ғой. Бір танымал әншіні, я болмаса бір актерді бірдеңесімен көріп қалсаң, сол несімен оны қабылдайсың да, сол образымен. Сондықтан да жас вайнерлер, актер болғысы келіп жүргендер, жаңағы YouTube каналы бар жігіттер басынан бағытты дұрыс алып алу керек деп ойлаймын. Менің айтар кеңесім сол. Басынан бағытыңды, қойған мақсатыңды, ниетіңді туралап алу керек. Содан кейін ол барлық нәрсе мақсат қойсаң жетесің, Алла қаласа. Қалай болса да ол қиындықпен жетерсің, тез жетерсің, оңай жетерсің, бірақ әйтеуір жетесің. Бірақ жеткеннен кейін де ол өз нәтижесі, өзіңе кері әсерін бермеу керек та. Сондықтан да мен жаңағы КВН деп айқайлайтын көшеде, КВН, Галек, брачке деп жаңағы дөрекі сөздермен жаңағы көшенің сөздерімен маған келіп қалған адамдарға артынан ашуланбайтын болдым. Өйткені мен өзімнің сомдаған рөліме өзіме дәл солай келіп тұр. Әдемі бағдарламаға келіп, әдемі сұхбат бергендеріңе көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, келесіде кездескенше. Ол бірінші бастапты. Қара, битті да. Қара, ана екінші баланы бұлай көтеріп күресіп жеңіп жағын десе, тағы нүгі келді да. Менімен қырыласың ба деп өзі айтты. Сонымен я дедім да, ол қатап жағын өзі деп өзі жылап отыр. Соң бүйттім да қашсын, ама мен кіріпшен қуып келедір ғой. Өзі айтып алып, өзі таяжып қалды ма? Еще қуып келедір сен? Сосын үйге келін да, бірден үйіне кетіп қалдым.